Қайырлы күн менің құрметті көрермендерім. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді, әрі көріп тұрғаныңыздай өте жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығатын булочкиді бірге дайындаймыз. Бұл булочкидің ерекшелігі бетіндегі сеппесімен дәмі деген керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде бірге жасап көріңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Сүтті міндетті түрде жылытып алғандарыңыз жөн. Кейіннен үстіне 1 шай қасық тұз және қантын салып, сүттің температурасын қолымызбен осылай тексереміз. Сүтіміз қатты ыстық болмағаны жөн. Содан соң бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып араластырамыз. Сары май сіздерде қатып тұрған болса, міндетті түрде ерітіп алыңыздар. Үстіне 1 жұмыртқамызды жарып саламыз және мен аздаған ғана ұн салып, осы кезде жақсылап араластырып аламын, түйіршігі қалмайынша. Кейіннен дрожжды салып тағы бір араластырамын. Көбісі кісілер булочкиді жасарда алдын ала апара дайындап жатады. Мен олай дрожжыма сенімді болғандықтан апара жасамаймын. Бірден осылай дайындай беремін. Бұл жерде мен жұмыртқаның сарысын алып, ағын салғым келді бетіне жағу үшін. Бірақ менде жұмыртқа сарысынан ажырамағандықтан тағы бір жұмыртқа қосып жібердім. Содан кейін біздің алдын ала өлшеп дайындап қойған електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей мен алғашында ыңғайлы болу үшін осылай шанышқының көмегімен, кейіннен қолыммен қамырды илейтін боламын. Қамыр сәл қолға жабысатындай көрінеді, бірақ осылай илей келе қамыр бір-біріне бірігіп, бізде әдемі жұмсақ, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай мінекей жылтыр қамыр шығады. Қамырдың бетін жауып тура 1-1,5 сағатқа қалдырсаңыздар болады көтерілуге. Мінекей мен бетіне жағу үшін 1 жұмыртқаны жарып дайындап алдым. Міне менің наным 1,5 сағат ішінде осылай жақсы көтеріліп шықты. Енді үстеліміздің үстіне аздаған ұн сеуіп, нанымызды осындай көз мөлшермен шамамен кішкентай бөлшектерге бөліп шығамыз. Келесі кезекте әр дөңгелекшені осылай видеодағыдай қолымызбен дөңгелетеміз. Мінекей енді әрбір дөңгелекті шет-шетінен ала отыра, қолымыздың көмегімен аздаған осылай ұн сеуіп жаямыз. Ортасына салмасына осындай деповский вареный сгущенкасын пайдаландым. Әр қайсы булочкиға 1 шай қасықтан вареный сгущенкадан қосып шықтым. Сіздерде дәл осы сгущенканы пайдалануға кеңес беремін. Себебі басқа арзан сгущенкаларды пайдалансаңыздар, олар жаңағы булочкидің сыртына шығып, ағып кетуі мүмкін. Және нанды да осылай арасын қолымызбен дөңгелетіп ашып, ысып аламыз. Ешқандай да оқтаудың қажеті жоқ. Келесі кезекте біз бетіне себетін сеппесін, яғни посыпканы дайындаймыз. Барлығын алдын ала өлшеп дайындап алдым. Ұнның үстіне қантымызды және бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен осындай ұсақ түйіршіктер пайда болғанша үгітеміз. Содан кейін біздің жаңағы барлық булочкимізге сгущенкамызды салып болған соң, 1 жұмыртқамызды жақсылап араластырып, үстіне осылай жағып шығамыз. Ортасына салмасын салу міндетті емес, салмасаңыздар да өте дәмді болып шығатыны сөзсіз. Енді осылай бетіне сеппесін толықтай сеуіп шығамыз. Біздің булочкиміз 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут шамасында пісіп шығады. Сіздерге дәл осы менің рецептімен осы булочкилерді жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сіздермен бірге болған мөлдір.